Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді қытырлғақ чебурекидің рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысқа ұн саламыз. Ортасын ашып, сұйық майды құямыз, тұзымызды саламыз. Одан кейін суымызды аз-аздан құйып, алдымен шанышқымен, кейін қолымызбен араластырып, қамырымызды жақсылап илейміз. Кейін мен қамырымды үстелдің үстіне жақсылап қолыммен илеп аламын. Бұл қамыр өзі негізі қолға жабыспай, жұмсақ болып шығады. Қамырымызды илеп болған соң 25-30 минутқа бетін жауып тындырып қоямыз. Оған дейін біз начинкамызды дайындаймыз. Етті фаршымыздың үстіне пиязымызды саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш және де кейін азғантай су құямыз. Сөйтіп жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің тындырып қойған қамырымыз дайын. Алдымен осылай бірнеше бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Чебурекиді кішкентай көлемде, үлкен етіп те жасауға болады. Ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мен чебурекиді орташа көлемде жасайтын боламын. Қамырымызды бөліктерге бөлгеннен кейін біртіндеп алып, осылай жұқа етіп жаямыз. Міндетті түрде жұқа етіп жаю қажет. Қамырымызды жұқа етіп жайған сайын біздің чебурекиіміз қытырлақ болып шығады. Начинкасын осылай видеода көрсетілгендей етіп салып шығамыз. Шетіне кішкене орын қалдырамыз. Одан кейін қолымызбен осылай басып шығамыз. Кейін шанышқымен осылай шеттерін басып әсемдесеңіздер болады. Бірақ бұл міндетті емес. Мен осындай арнайы кескішпен кесіп шықтым. Сол кезде чебурекиіміз өте әдемі болып шығады. Қызып тұрған майға чебурекиімізді салып пісіріп аламыз. Мінекей біздің чебурекиіміз пісті. Мен бұл рецепті қолданып келе жатқаныма шамамен 4-5 жылдың көлемінде болды. Өзіме қатты ұнайды. Үнемі осы рецептпен пісіремін. Сіздерге де ұсынамын. Ас болсын.